Есімім Гүлмира Мурсалова, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің атом энергетикасы және өнеркәсібі департаменті директорының орынбасарымын. Бүгін Ақтау қаласында, Маңғыстау облысында халықпен жария талқылау өтейін деп жатыр. Бүгін біз атом саласының сарапшыларымен бірігіп, атом электростанциясы туралы ақпарат беруге және де халықтың қандай да туындаған сұрақтарына жауап беруге келіп отырмыз. Негізінде Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесі көптен жылдан бері талқыланып жатыр. Былтыр Қазақстан Республикасы президенті осы сұрақ референдумға шығарылсын деп жариялады. Сол себептен адамдардың референдумға барған кезде өздерінің пікірі болсын, олар жеткілікті ақпарат болу үшін осындай бүгін азаматтық альянстың бастауымен өтіп жатқан жария талқылауға қатысуға келдік. Негізінде жоспарланып отырған атом электростанциясы Алматы облысында үлкен ауданында орналасатын болады. Әрине референдумның оң нәтижесі болдаған жағдайда кім салады деп ол әлі белгісіз. Қазіргі уақытта шорт парағы тағайындалған. Оның ішінде әлемдегі технологияларды жеткізетін компаниялар, ол Қытай компаниясы, Франция компаниясы, Кореяның компаниясы және де Ресей компанияның үлкен қуатты реакторлары қарастырылып жатыр қазіргі уақытта. Әрине көптеген зерттеулер өткізілді орналастыру жері бойынша. Халықаралық атом агенттігі МАГАТЭ, олардың да сарапшылары келіп кетті. Осы зерттеулердің нәтижесін көруге, қалай зерттедік, қалай таңдадық дегендей. Бұдан басқа не үшін атом электростанцияны қарастырып жатырмыз? Әрине болашақта Қазақстанда электроэнергиямен қамтамасыз ету үшін атом электростанциясы жасыл энергетикаға жатады. Қазіргі уақытта бүкіл әлем осы жасыл энергетикаға қарап отыр. Әрине жаңартылған энергия көздері де дамытылып жатыр. Қазіргі уақытта жел станциялары да, Қазақстанда күн станциялары да салынып жатыр. Қазіргі уақытта 148 объект жұмыс істейді. Бұдан да басқа жобалар бар іске асыруға жел станцияларында, күн станцияларында. Алайда олар ауа райына тәуелді болғаннан соң тұрақсыз болып саналады. Бізге экономика даму үшін, өндіріс даму үшін тұрақты 24 сағат бойы жұмыс істейтін станцияларды қарастырамыз. Оның ішінде атом электростанциясы әрине, себебі ол жасыл энергетикаға жататын тұрақты жұмыс істейтін станция. Қазіргі уақытта бізде Қазақстанда 70%-дан астам станциялар көмірмен жұмыс істейтін станциялар. Олардың тозу деңгейі де өте жоғары. Оларда жаңарту жұмыстары жоспарланып жатыр. Алайда жаңадан да станцияларды салу қажет болып тұр. Негізінде қазіргі уақытта референдум туралы жарлық шыққан жоқ. Қазіргі уақытта тек қана түсіндіру, ақпараттандыру жұмыстары жүргізілуде. Осындай халықта ақпарат болсын деп, атом электростанциясы не екенін, қандай қоршаған ортаға мүмкін әсері болады екен, қауіпсіздігі бойынша ақпарат беру үшін, ақпарат тарату үшін елдің арасында.